өзіңнің көңіл күйіңді суреттеп бер. Өзіңнің хәліңді суреттеп бер. Біз кейде өз-өзімізді түсінбей кетеміз ғой. Қандай хәлдеміз, қандай состояниядамыз, нені сезініп жатырмыз, қандай көңіл күйдеміз, бір андай сөзбен айтып жеткізе алмаймын, білмеймін деп кетеміз. Міне осы кезде бізге сурет көмектеседі. Сурет қалай саламыз? Свободное рисование, емін еркін сурет салу. Не салғыңыз келеді, соны саласыз. Не саласыз, өзіңіз білесіз. Бұл жақта подсознаниемізді ашамыз. Яғни бізге дәл қазір не мазалап жатыр, бізді не мазалап жатыр, не жетпей жатыр, қандай халдеміз, қандай сезімдеміз, соны білу үшін бізге осы арт-терапия көмектеседі. Сурет саламыз. Егер сіз мына жерде мынандай волна, мынандай өзен, теңіз, мұхит, суды салсаңыз, сізге тыныштық жетіспей жатыр. Жан дүниеңіз тыныштықты қалап жатыр. Дәл қазір бұл сурет дәл қазір сізге не жетіспей жатыр, нені қалап жатырсыз, соны білдіреді. Жалпы не болып жатыр, сізде соны білдіреді дәл қазір. Енді әрі қарай құс салсаңыз, мына судың үстінде, судың бойында сізге махаббат жетпей жатыр, или махаббатты іздеудесіз. Егер күн салсаңыз, күннің да мына үлкен болса, ол жақсы, жаныңыз жайлы деген білдіреді. Ал егер кішкентай мына жерде шетте болса, сізге жылулық жетіспей жатыр деген сөз. Егер бұлттар салсаңыз, бұл уайым, сізде уайым көп деген сөз. Ал егер фигуралар салсаңыз, неше түрлі, әсіресе мынандай үшбұрышты, сондай үшкірлі сондай фигураларды салсаңыз, бұл конфликт. Үшкір деген сөз, мынандай ұшы бар, ол конфликт. Сізде конфликт көп деген сөз. Яғни ішіңізде конфликт, сыртыңызда да конфликт болады. Жалпы сіз дәл қазір нені салдыңыз, егжей-тегжейлі интернеттен де қарап алсаңыз болады. Бұл не үшін керек? Біз өзімізді жақсы түсіну үшін осындай техникалар, әдістер өте күшті, да өз-өзімізге психологиялық диагностика жасай аламыз. Келесі видеода тағы да осындай арт-терапия жасаймыз. Комментарийде бөлісіңіздер, не салдыңыз, Комментарий көп болған сайын адамға пайдалы болады. Сізге пайдалы болды деген ойдамын. Парақшаға тіркеліңіз, бөлісіңіз, сақтап алыңыз.